Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Тәлім Про. Біздің жаңа жобамыз бұл қонақтармен подкаст. Бүгінгі біздің қонағымыз Дастан мырза. Өзіңізді кішігірім таныстырып кетсеңіз. Мен Дастан Тынбай, Жезқазған қаласының тумасымын. Жасым 36-та. Қазіргі таңда жеке кәсіпкермін. Жалпы 2011 жылы универ бітіріп, сол 2011-ден бері көптеген салаларда, әсіресе басқару саласында, IT саласы, оқу ағарту саласында, және 2016-тан бері біз Хепкекте жұмыс жасап келеміз. 2016-2021 Алматы басқарушы директор болып қызмет атқардым. Қазір 2021-ден бастап жеке кәсіпке өтіп, қазіргі таңда Қаскелең қаласында Хепкек Қаскелең және бариста, және 2018-ден бері өзімнің жеке бизнес консультация жүргіземіз. Бизнес алғаш бастаймын деушілерге, бизнесін жаңа деңгейге жеткіземін деушілерге франшиза, филиал покупкасын жасауға кеңесімізді жүргіземіз. Қысқаша осы үйленгенбіз, бала шағамыз бар. Рахмет. Енді Тәлім Про бұл оқушыларға бағыт бағдар беру, профориентация жүргізумен байланысты болғандықтан, енді осы тақырыпта сұрақтар болады бүгін. Енді сіздің мектептегі жылдарыңызға келсек, мектепте қандай оқушы болдыңыз? Жалпы сол сәттерден бір айтып жіберсеңіз. Мектепте 3 кезең болды менде. Жаңа бастауыштағы, орта және жоғарғы сыныптарда. Бастауыш сыныпта мен жаңа ауылдан келіп оқыдым. Ол кезде тыныштастан периоды болды. Одан кейін қалада біз Жезқазғанда тұрғаннан кейін бізде Жезқазғанда жаңағындай уличный понятие, дворовский понятие деген көп болатын. Орта деңгейде сәл бұзықтау болдық. Кейін жоғары сыныпта біз лицейге түсіп, лицейде табылғанда оқығаннан кейін шамалы сабағымызға түсіп, көбірек уақытымызды оқуға, ізденіске бөлдік. Ал сіз сол сәтте нақты болашағыңызды елестете алдыңыз ба? Дәл сол сәтте жоқ, біз ойын баласы болғандықтан белгілі бір маман иесі боламын, белгілі бір жерде оқимын деген секілді бір ой арман болған жоқ. Бірақ сол 9 сыныптан бастап бізбен жаңағы мектеп табалдырығында ұстаздарымыз бізбен жұмыс жасап, қай бағдарға біз икемдірек, сонымен бағыттауға тырысты. Ол қай жылдар болды? 2009, біз 9 сыныптар, біз ол кезде 2004-2005 жылдар. 2004-2005, яғни сол кездің өзінде профориентация негізі болды. Бізде қазіргідей сырттан маман жалдап, сырттан спикер шақырып дегенде болған жоқ, бірақ соның өзінде біздің жаңа лицей табалдырығында ұстаздарымыз, тәрбиешілеріміз бізбен жеке сөйлесу арқылы әр оқушыға өзінің икеміне қарай. Мысалы, мен мектеп табалдырығында, лицей табалдырығында шығармашылыққа жақын болдым, өнерге жақын болдым мысалы. Сол үшін маған өзім жаңа тәрбиешім, ұстаздарым, сен қазақ тіл әдебиетіне бар, сен тілге жақынсың, әдебиетке жақынсың деп сол бағытқа қарай мені бұрды. Яғни сізге мамандық таңдауға ұстаздарыңыз көмектесті? Септігі тиді. Бірақ ол сіздің жүрегіңіздің қалауы болды ма? Жүрегімнің қалауы болды ма дегенде, бәлкім мен оны бір ішінен айтылмаған болса да, бірақ ұстаздарым сол әңгіме барысында, сұхбат барысында бір жүректегі қалаумен олардың айтуын бір арасында бір тоғысу пайда болған секілді болды. Өйткені мен өзім жаңағы мектеп жасымнан шығармашылыққа, ауылда өскеннен кейін мен кішкентай кездерімде жаңағы Қозы-лақ туралы өлеңдер шығараттым. Қозы-лаққа деген махаббат, бұзау туралы деген секілді. Және мектеп табалдырығында тағы айта кететін жай, біз мектепте тақтаға шығып сабақ айтамыз. Сонда жаңа вирус сөздер бар ғой, көп қайталанатын. Жаңағы, сол, енді деген сөздер көп қайталаймыз. Сол кезде бізде балалар, ұлдар бір сабақ айтқан кезде кім қандай сөзді көп қайталады,
соны жазып отырады тұғын. Соны жазып отырады да, сабақ біткеннен кейін сен осыншама сөзді көп қайталадың да бір-бірімізге тиісіп не істейтін. Өйткені шынымен ол кездегі балалардың да тілге жақындығы ғой, сол қателікті аңғару болды. Сол кезде мен бұрын қой бағып жүрсем де, бұзау іздеп жүрсем де, шөп қораның үстіне шығып алып кейде өз-өзіме сұхбат береді тұғын. Өзімді бір және әр сұхбат берген сайын өзімді бір мамандығы иесі ретінде, бір күні футболист болам, бір күні жаңағы әнші болам деген секілді өзім сұхбат береді тұғым. Сол сұхбат беру барысында менің мақсатым сөзді дұрыс қолдану, бір сөзді 10 рет қайталамау деген секілді, және тіл тазалығы біріншіден, екіншіден сол мамандықтың өзімде сезіну, солай болсам қалай болады екен деген секілді, жаңағы сөзінде қызық сәттер болатын. Және бағана айтқандай мектеп табалдырығында, орта мектеп табалдырығында мен өнерге, шығармашылыққа жақын болғаннан кейін ол маған жаңағы майдай жақтық десе де болады, бір-бірін үлесін тауып кетті деп. Яғни сіз 9-11 сынып аралығында нақты мамандығыңызды таңдадыңыз? 10 сынып, орта шегінен аса, иә. Қазақ тілі мен әдебиеті, ал мамандығы? Сол қазақ тілі әдебиеті. Қазақ тілі әдебиет мұғалімі, қазақ филологиясы тағы бар, иә. Әдетте екеуін таңдайды. Қазір бұрын қазақ тілі әдебиеті болып, жаңа сөйтіп бөлінді. Тек қана солай болды сол кезде, иә. Бүгінгі таңда қазақ тілі әдебиеті мұғалімі, сосын қазақ филологиясы, кітапхана ісі деп бөлінеді. Ол көп неге бөлінеді. Бізде ол кезде езуда бірақ болды уже, бірақ топ болды. Оның топтың ішінде 10 шақты адам оқитұғымыз. Сол үшін қазақ тілі әдебиеті, қазақ филологиясы деп жалпы айтады. Сол жалпы соның ішінде жүрдік қой. Жақсы. Ал сол кезде ата-анаңыздың қолдауы қандай болды? Мамандық таңдаған кезде? Бұл жерде тағы да ескере кететін жайт. Өйткені біз 2009-дан бастап көптеген студенттермен болсын, оқушылармен болсын, қызметкерлермен болсын жұмыс жасадық. Сол жердегі мен түйгенім, көп жағдайда ата-ана баласын кеш байқап қалып жатады. 11 класстан кейін ұбт жақындаған кезде ұлымызды қай жаққа береміз, қызымызды қай жаққа береміз деп, сол кезде ойлана бастайды. Ол кездер, енді өкінішке орай, енді тым кеш емес, бірақ соңғы мүмкіндіктер ғой жіберіп болатын. Ал мен мысалы қазіргі таңда 3 қыз тәрбиелеп отырмын. Алдында бірінші, екінші қызыммен біз сөйлесеміз. Сен қандай мамандық иесі болғың келеді, қай жаққа оқығың келеді, болашақта кім болғың келеді деп, сонда үлкен қызым айтады, стюардесса болғым келеді дейді. Ортаншы қызым, мен үлкен дәрігер боламын, мен шетел аралаймын, сол кезде маған тәтем стюардесса болады деп тиіседі. Сол кезде біз ашық сөйлесеміз. Не үшін ол мамандық таңдап жатсың? Несімен ұнайды? Қалай елестетесің деген секілді қыздарымызбен біз ашық сөйлесеміз. Ашық сөйлесу барысында ол да өзінің ойын ашық жеткізуге тырысады. Осы үшін, осы болу керек. Кезге көбірек ашылады. Иә, шын ақтарады. Бірақ ол бала болғандықтан, оның жаңа ойы мен сөзі әлі тұрақты емес. Ертең 1 жылдан кейін, жарты жылдан кейін ол басқа маман таңдауы мүмкін. Басқа бір маман иесі болуы, біреуді көріп қызығып, соған еліктеуі мүмкін деген секілді. Бірақ атаның ол жердегі бірінші позициясы, бала не айтса да, оның ойын тыңдап, онымен санасып, және сол кезде сол мамандық, сол таңдауына байланысты 1-2 кейс, инсайттар айтып қалу. Осындай, егер сен стюардесса болғың келетін болса, сен көп тіл білуің керек. Өйткені шетел аралдайсың, шетелдік азаматтар болады. Жаңа дәрігерге де сен дәрігер болмасың, демек сен өзіңнің мамандығының ең мықтысы болуың керек деген секілді. Ертең әр қандай таңдау болған кезде, ода ой келген кезде, бірінші ата-анама айтып көрейін, ақылдасайын деген секілді. Олар мені тыңдайды деген, осы бір ойды, сөзді қалыптастырған кезде, бала әрдайым ашық болады. Ал жоқ, бірінші айтқаннан бастап, балам, сен ондай болмайсың, мен сені мынаған дайындап жатырмын, сен біздің ізімізді жалғайсың деген секілді. Сондай сәттерде бала алыстайды ата-анадан. Бала ол кезде жалғық болады. Бала бірден ойлайтыны ол кезде мен қате ойлаймын демек. Ата-анадан бұрын ол өзін кінәлайды. Мен демек қате ойлаймын, мен демек әлі білмеймін, мен таңдай алмаймын, мен шеше алмаймын, менде таңдау еркі жоқ деген саулатта, ол барып ата-анаға бар жауап болады. Әке маған таңдап берші, ана маған таңдап берші деген секілді.
сұрасаң айта алмайды уже. Ал уже уақыт өтіп кеткен, біз моментін жіберіп алғанбыз, оны бірде қайыққа барасың, білмеймін, не оқисың, білмеймін. Кейін олар санасқан кезде, сосын қоғам не деп жатыр, ата-аналар не деп жатыр, жаңағы айналам не деп жатыр, өзін таңдау емес, солардың арқына қарай көнуге, әйтеуір сөзге, көзге қалмаудың амалын іздеп бір жерге кетіп қалуға тырысады. Яғни біреудің ойына тәуелді болып қалады. Біреудің ойына тәуелді болып қалады, өкінішке орай. Ал менің тәжірибемде, Аллаға шүкір, әке-шешемнің қолдауы жақсы болды. Яғни қолдау дегенде олар маған мен айтқан кезде осындай таңдап жатырмын, осындай мамандық иесі болғым келеді деген кезде олар маған дастан саған сенеміз, сен не таңдасаң да жаман зат таңдамайтынына біз кепілміз деп бір ақ сөзімнен қайырған кезде мен 2016-да айтты ма, арада қазір 20 жыл өтті ма, әлі күнге шейін сол сезім, эмоция, қай жерде, қай көшеде қалай айтқаным, ол анамның әкем қандай тонмен жауап бергені мен әлі есімде да. Сол сөзі, сол қолдауы мен әлі күнге шейін маған шабыт береді. Былай айтатын болсам, мен ойымды айттым, ашық айттым, олар маған істеді, сенім білдірді деген секілді. Сол үшін кейде баланың да таңдауына ерік беруіміз керек. Бала өйткені әр адам, мысалы, үйде 4 бала болса, 4-еуінің табиғаты, темперамент әртүрлі. Бір мамандық 4 неге біз күйіп тастай алмаймыз. Жаңағы осыған қатысты бір мысал, бір әнім болды, Қызылордалық. Сол медицинада оқитын. Және ол әр кездескен сайын жаңа мидтерм болып отқан кезде, имтихан болып отқанда жылап, жынданып жүреді. Мен бұл мамандықты оқығым келмейді. Әлі 6 жылым бар, осылай қиналуым керек па? Неге? Өйткені олардың отбасы бәрі дәрігер. Оған айтқан, біз дәрігерміз, сен де дәрігер болуың керек. Керек. Леп белгісі. Сенде басқа таңдау жоқ. Барасың, оқисың, дәрігер боласың. Бала мүлдем басқа нәрсен қалап тұр. Бірақ соңында ол бала аяғына шейін оқыған жоқ. 1 жылдан 2 жылдан кейін тастап Астанаға кетіп қалды деген секілді. Яғни бұл балаға жаңа таңдау еркінсіз құйып беру да. Бірақ мен айтқым келгені баламен санаса білу. Оны 11-ші класста емес, 10-ші класста емес, әр жылда отқан кезде бастауыш сыныпта одан сұрай білу. Болашағыңды қалай есетесің, қандай мамандық иесі болғың келеді. Өте дұрыс. Және бала өссе келе, ақыл есі кіре келе, сол мамандық иесі бола ма, мысалы тіс дәрігері болғысы келе ма, сол тіс дәрігердің қасына апарсын, отырғызсын, таныстырсын, жаңағы құрбылар болса, таныстары болатын болса, көрсетсін, бір күндік будин дейінді ғой, қалай өтеді дәрігерлер. Мысалы стюардесса ма, мысалы бір стюардессамен таныстырсын, онымен сұхбаттастырсын, оның өмірінен бір хабардар алсын. Сол кезде бала мамандықты ішінен таниды. Әйтпесе біз упаковканың сыртын ғана көреміз да, қызығамыз, бірақ оның ішіндегі ішкі кухнясын білмейміз қалай отқан. Мысалы мен өзім бизнес кеңесші ретінде мен айтамын, бір кәсіпке бастаған келіп жатырмын, кемінде 6 ай сол кәсіпте жұмыс жасап көр. Мысалы ресторан ашқың келе ма, сол кәсіпте администратор болып жұмыс жасап көр, официант болып көр, ішкі кухняны көр. Сол кезде ол сенікі ме емес па, сол кезде танисың. Мысалы юрист болғысы келе ма, сол салада жұмыс жасап көреді. На практика көреді да. Ол мамандық оған практика жүзінде қалай ашылады. Ашылды, ұнады ма, келесі университетке тапсырады, оқиды. Сонда толығырақ теориялық түрде игереді, сосын практикасын өтеді. Яғни ол саналы түрде таңдау да. Құйып, жаңағы соған ұстатып жіберер емес. Иә, негізі балаларыңызға қысым жасау үлкен қателік. Осы орайда ата-анаға бір үндеу жасап жіберсеңіз, бізді қарап жатқан барша ата-анаға. Құрметті ата-ана, егер шынымен балаңыздың келешекте қандай бір сала болмасын, соны сүйіп, сол істеген жұмысынан және өмірінен ләззат алғанын қаласаңыз, қазірден бастап оған таңдау еркін сыйлаңыз. Қазірден бастап онымен жеке диалогқа өтіп, ашық диалогта
ойын біліңіз, санасыңыз. Мүмкін ол қателік болса да, қателесуге мүмкіншілік беріп, кейін оның саналы түрде бір таңдау жасауына мүмкіншілік беріңіз. Ол сіздің оның өмірін жасаған үлкен вклад деп ойлаймын. Енді сіздің студенттік шағыңызға келсек, жалпы студенттік өміріңіз қалай өтті? Енді әлеуметтік өмір және академиялық өмірді де айтып кетсеңіз. Біздің студенттік шақ, мен әлі күнге шейін айтамын отырыстарда, ең керемет студенттік шақ бізде болған секілді. Неге? Өйткені ИЗУ оқыватқандар, бұрын ИЗУ оқығандар біледі. Бұрынғы ИЗУ-ның корпусы Торайғыровтың бойында болатығын, ескі садик ғимарат секілді, сол садик деп айтатығын әйтеуір бізге құлақ болған небоскреб дейтіғын зоннан. Ол жерде өте шектеулі студенттер болатығын, бұрын қазіргідей 9,000-10,000 студент жоқ, ол жерде 2,000 әр кетсе 3,000 болған шығар. Бірақ өте жаңағындай бір-бірімен тату, әр апта сайын, ай сайын бір іс-шаралар болып жатады, студенттер бір-бірімен тығыз байланысты деген секілді. Біз жаңа университетке барған кезде сабақ 9-да басталатын болса, мысалы, біз 8:45-те баруға тырысып, өйткені 10 минут бізге амандасуға өтетіғанда, әр немен амандаса басталып, коридордан кіріп, сен аудиторияны жеткен деген секілді. Студенттік шақ, соның біздің жалпы керемет өтті. Оның да бір қазіргі таңға шейін жалғасқан үлкен достық бар, бауырластық бар, сол университеттің табаларында қалыптасқан. Сол үшін сол кезең әлі күнге шейін небәрі 4 жыл болғанмен үлкен бір болашаққа өзінің іргетасын қалаған мекендердің бірі. Яғни университет сізге өте көп дос сыйлады деп айтуға болады ма? Өте көп жаңағы араласатын жақсы орта сыйлады. Мысалы, ата-ананың жаңағы айтып кеттік қой, ата-ананың ең бірінші міндеті балаға оған жақсы орта қалыптастыру, среда. Жақсы орта, мысалы, гүлді қалай егетін емес, қай жерге егетін маңызды ғой. Ол тас топыраққа егесін ба, асфальтқа егесін ба, или құнарлы жерге егесін ба. Сол өскен ортамына байланысты ол гүл жайқалып өседі. Бала да сол секілді. Баланың жақсы бір ортаға итермелеп, сол ортада өсуіне қалыптасқан кезде, бала да сол ортада жақсы ашылады, жабылып қалмайды, өспей қалмайды, кері кетпейді. Керісінше жақсы орта. Сол үшін мен әлі күнге шейін қуанатын бір тұсым, ИЗУ маған жақсы орта сыйлады. Сол ортамен әлі күнге шейін араласамыз. Мысалы, жаңа Асхат сол ортаның жемісі. Ал енді университет қабырғасындағы академиялық жағына келетін болсақ, енді оқуда қандай қиындықтар болды, қандай қызықтар болды, өзіңіздің мамандығыңыз ұнап жүрді ма сізге? Бізде университеті сол қазақ филологиясы, біз оқыған жылы біз 3-ші поток лек болып кірдік. Және біздің кафедра басшысы Мейрамкүл Құсайынова болды. Және сол кезде жалпы осы Алматы қаласындағы, жалпы Қазақстанда деп айттық, өйткені Алматының хаб өте жоғары деңгейде. Сол кездегі қазақ әдебиеті жалпы саласында, қазақ филологиясында ең мықты қаймақтарын бізге профессорлар сабақ оқыды. Ол Мәмбет Қойгелдиев бар, Темірхан Тебеген ағайындыларымыз бар, Құралай Күдеринова деген секілді. Қазіргі таңға шейін сабақ беріп жүрген Баян ханым, Ақбота ханым, Ұлан Мырза деген секілді. Шынымен сол кездегі мықты, білікті, өз маманының мен деген топтарын жинап берді ғой бізге. Сол үшін сол кісілерден сабақ тыңдау, мысалы Дандай Құсқақұлы сабақ лекция тыңдау біз үшін бір ерекше әсер береді. Кіргізіп жібереді ғой. Мысалы Мәмбет Қойгелдиев бізге Алаш зиялылар туралы айтқан кезде біз кәдімгі бір спектакль, кино көрген кезде сабағына кіріп кететіндік. Өте бір керемет әсерлер түсіндіретін. Сол үшін біз сондай профессорлардың сабағына жиырмалауға, баруға, қатысуға тырысатындықты. Және сол процесте біздің
өзіміздің мамандығымызға, жалпы ұлтқа, тілімізге деген сүйіспеншілік, махаббатымыз одан бері артты ғой. Яғни сіз студенттік шағыңызда махаббатпен оқыдыңыз сабақты, иә? Бірақ қазір сіз кәсіпкерсіз. Иә. Қай сәтте сіз осы мамандықпен бармаймын ау деген сізге ой келді? Менде бір мамандықпен қоштасу сәті болған жоқ. Өйткені біз университет уақытында бізде ең жақсы практика, біз езуда бұрын, қазір білмеймін, қазір бар ма ондай, 3-ші курстан бастап кураторлық қызметке, жаңағы ұстаздық қызметке, тағы да басқа жұмыстарға жаңағы студенттер тартып жұмылдыратын. Мен де сол секілді университет уақытында административтік жұмыстарға тартты. Сол кезден бастап мен өз бойымдағы жаңағы ұйымдастырушылық, басқарушылық қабілеттерім оянып, сол уақыттан қазіргі уақытқа дейін адаммен жұмыс, адам басқару, кәсіп жасау деген секілді өзімнің дағдыларымды былай айтқан кезде дамытып келе жатырмын да. Ал шығармашылық, тіл, мен әлі өзімнің бойымда сақталып қалған дүние. Әлі күнге шейін жаңағы өлең шығаруға қызығам, шығармашылықпен қызығам, жеке ізденістерім жасаймын сол бағытта. Сол үшін мен мамандықтан бір үзілдік ажырап кеттім, екеуміз екі жақтамыз деп айта алмаймын. Мысалы, менде жаңа сіз қойған сұрақта бұрын маған айтатын, сен қазақ тілін оқыдың, қазір торт жасап жүрсің деген секілді. Не қатысы бар деген секілді. Мен айтам, бизнес қазіргі таңда ең бірінші ол адаммен қарым-қатынас, адам басқару. Егер адамның тілін табасаң, кез келген кәсіпті оңтайлы жасап кетуге болады. Мен университетте бергенім сол 6 жылдық білім, бакалавр, магистратура. Мен адамдармен сөйлесуді, адамдармен тіл табысуды үйрендім. Сол маған өмірлік азық деймді. Соны маған үйретті деген секілді. Өйткені бізде жаңа филологтар тілге жатып алған деген секілді бар ғой. Біз енді шүкір сол Құдай берген тіл бар, сол тілмен коммуникативтік, мысалы ол басшы мен қызметкер арасындағы кәсіп пен рынок, маркетинг, органдармен байланыс, жаңағы сол секілді біз ол коммуникативті және қарым-қатынас, ол өлмейтін дағды, және сол іргетасын біз университет кезінде ұстаздарымыз қалап берді. Иә, әрине осы коммуникация жасаған кезде сауатты болу, дұрыс сөйлей алу өте маңызды. Және сіз сол университетте мамандығыңыз арқылы соны үйрендіңіз. Иә, ұстаздарымыздан үйрендік, көрдік. Соны қазір іске асыруға тырысып жатырмыз. Жаңа сіз айтқаныңыздай, университет оқып жатқан кезде сіз жұмыс істеп бастадыңыз. Универде ме сонда? Университеттің төңірегінде, шеңберінде, сырттан барып жұмыс іздеп болған жоқ. Сол университеттің... Яғни сол сіздің алғашқы жұмысыңыз болды? Алғашқы жұмыс тәжірибесі болды. Енді былай ресми түрде алғашқы жұмыс тәжірибеміз университеттің кезінде. Ал университет бітіргеннен кейін сіз немен айналыстыңыз? Университет бітіргеннен кейін оқу ағарту орталықтарында директорлық, басшылық қызмет атқардым. Одан кейін оқу ағарту саласымен қоса IT саласында жобалар болды. Соларды басқардық. Сонымен кетті жаңағы қазіргі таңға дейін Happy Cake деген секілді. Сіз осы қазір жасап жүрген ісіңізге, кәсіпкерлікке қашан және қалай келдіңіз? Мен қазір Happy Cake франшизасын алдым, жеке кәсіп жасап жатырмын, бірақ алмас бұрын мен 5 жыл сол салада управляющий директор болып қызмет атқардым. Яғни 2016-2021 мен Алматы управляющий директор болып сол салада бүкіл ішін көрдім, кухнясын таныстым, өзімнің жаңағы жобаларымды, идеяларымды іске асырдым сол кәсіпте жүріп. Кейін
жеке кәсіп кетіп, бірақ жеке кәсіп кетсем де одан алыстамай соның франшизасын алып Қаскелеңге бөлек шықтым. Бұл да негізі мамандық қой, менеджмент деген. Басқару, қазір студенттер менеджмент деген мамандықта оқиды. Ал сіз оқымайды, жақсы жетістіктерге жетіп жатсыз, иә? Жалпы адаммен жұмыс, адам басқару, ол бірінші оның тілін ұғудан басталады. Адамның және кейінгі рынокты тану, рыноктың сұранысы қандай, жалпы әлемдік қазіргі тенденция қандай деген секілді, оның бәрін адамда негізі жеке іздену деген дағды бар ғой. Жаңа затты үйрену білу қабілеті жіті дамылған кезде ол кез келген саланы зерттеп, зерделеп үйреніп алуға мүмкіншілік болады. Ең бастысы қорықпау керек, риск жасау керек, қателескен кезде ол да бір өмірлік тәжірибе. Мысалы, қазір мамандық таңдауына байланысты қазір осы мысалы келтірсек, көбісі таңдау бір-ақ рет, екі-ақ рет беріледі деп, өзінің таңдауына жабысып алып жүреді. Мен таңдап қойдым ғой, соңына шейін баруымыз керек деген секілді. Жоқ, негізі таңдау өмірде таңдау мүмкіндігі адамда көбірек беріледі. Оны дер кезінде жаңағы тез бейімделу, гибкий болу керек та. Иә, бұл болмауы мүмкін. Жаңа мысалы біз бір бағытпен жолға шығуымыз мүмкін. Жолда түсіндік, біз басқа бағытпен кетіп бара жатырмыз деп. Оған принципиально сол бағытпен жүре беру шарт емес. Мен соңына шейін барам, тірелгенше деген секілді. Жоқ, ол дер кезінде бағыт өзгеріп, ол жолға басқа жаққа да баруға болады. Өмірді жалпы жеңіл қабылдау керек та. Біз жаңа кей тұста өкінішке орай қазір жастардың, қызметкерлердің жұмыс тәжірибесіне көріп отқаным, өмірді өзімізге қиындатып алғанбыз да. Мынаны таңдадым, сонда шын оқу керек болды, ата-анамды ақтау керек болды деген секілді. Жоқ, қазір бұл ата-анаға да айтатын, балаға да айтатын, оқушыға да, студентке таңдау мүмкіншілігі беріп тұр ма, демек саған өзгеруге мүмкіншілік беріп тұр да. Оны жасап көру керек. Әрине ол бет алды жоқ, әр нәрсе өзгертіп жасай беру керек, ақылдасу керек. Сол істің маманы болуы мүмкін. Жаңа қазір жақсы психологтар болуы мүмкін, ата-анасымен, ұстазымен отырып, бір тоқтап, бір ақылдасып алу керек. Мен осы жолдамын, мен таңдау еркім мынандай туып тұр, қалай ойлайсыздар деген секілді. Ал тупа кете беру шарт емес. Ұнамайды, мен таңдау емес, ата-анамдікі деген секілді. Кез келген жолда жаңағы болуы мүмкін бір тығырыққа тірелетін жолдар. Бірақ оны бір үлкен жоғалту, кризис ретінде қабылдау шарт емес. Ол да бір өмірлік этап. Сол кезде бәлкім ол да бір сигнал болуы мүмкін адамға келесі жаңа несіне өту керек секілді. Мысалы, бұрын біз ауылда ойнайтық, мысалы, құмырсқалар кетеді ғой, сызық қоясың ғой. Тіреледі, бірақ жүре береді да, тоқтамайды оларды. Адамда сол әрдайым ізденіс, жасау, талпыныс тоқтамай болу керек, өмірде болай беру керек. Мен мамандық, университет осы мамандықты оқыдым, бітті. Мен екінші универ оқуға таңдауым жоқ, екінші мамандық таңдауға мүмкіншілік жоқ деген нәрсені мидан алып тастау керек. Көбісі соған кіріп алады да, мені осыны таңдап берді, менікі осы екен деп. Соңына шейін соны ұнаса да, ұнамаса да жүре беретіндер бар да. Ол эффект домино, ол қазір ұнамады ма, келесі сенің этапына әсер етеді. Келесі өмірлік этапына әсер етеді. Адамның мүмкіндіктері шексіз. Шексіз, және қазіргі таңда белгілі бір мамандықпен шектеліп қалатын уақыт емес. Қазір өйткені техника, технология, әлемнің даму үдерісі бар ғой, өте жылдам болып жатқандықтан қазіргі уақытта кейбір мамандықтар өзектілігін жоғалтып жатыр. 5 жылдан 10 жылда ол мамандықта мүлдем болмауы мүмкін. Өйткені жаңа искусственный интеллект бар, оны ауыстырып жатқан, адамда қазір сол үшін бізде де жаңа тез бейімделу дағдысын күшейтуіміз керек та. Мысалы, болмай жатыр ма, қазір жалпы мамандық емес, адам дағдысына бойынша жұмыс жасайды ғой. Қазір бойынша дағды деген нәрсе, жаңа skills бар ғой, сол бағаланады. Ал белгілі мамандық, өйткені қазір енді
сіздер оны тәлім промен жақсы зерттеп көріп жатқан шығарсыздар. Қазір қаншама адам өз мамандығы бойынша жұмыс жасап жатыр. Иә. Қазір қаншасын дипломы шаң басып жатыр. Мысалы жетістікке жеткен адамдардың мамандығымен, оқығанымен істеген бір-біріне сай ма емес па деген секілді. Енді мен айтамын, 50-60% сай емес болуы мүмкін. 50-60% бойынша мамандық бойынша істеп жатқан болуы мүмкін. Бірақ өз саласының топ дәрежесіне шыққандар мүмкін. Бірақ оларда мамандық емес, көбінесе скиллстарын жақсы дамыту арқылы ізденіс, талпыныс, адамдармен коммуникабельность деген секілді. Мысалы роб деген мамандық көбісі оқымайды, бірақ өзінің жаңа оңтүстіктен өзінің сондай дағдымен өседі, сату, біреуді көндіру деген секілді. Сол саланың маманы болады. Сол үшін қазір белгілі бір мамандық қадалып, не істеуден бұрын өзінің дағдысымен да жұмыс жасау керек та. Яғни бұның түбінде айтқым келді, ешнәрсе соңғы рет емес. Пока сенде мүмкіншілік бар, таңдау мүмкіншілік бар, таңдап ары қарай жылжуға мүмкіншілік бар. Енді кәсіп жүргізу деген оңай іс емес. Жалпы кәсіпті бастаудың өзі үлкен риск. Енді сіздің жолыңыз қандай болды? Яғни оның қиындықтары қандай болды? Кәсіпкерлік, кәсіп оңай жұмыс емес. Қазір және соңғы 1-2 жылдықта шынымен көптеген кәсіпкерлердің басына небір сынақтар өтіп жатыр. Кәсіп жаңағы менен де кеп сұрайды, жаңа жастар кеп, кәсіп қалай істеу керек, не білу керек деген секілді, неден бастау керек, қалай жалғастыру керек. Мен сонда көбісін айтатыным, бұл кәсіп қазір сен характеріне байланысты. Сен характерін қалай, кәсібін соған қарай. Яғни адам мінезді бол. Адам мінезді болу керек. Өйткені бастап кәсіп көбінесе эмоциямен басталады ғой. Осының өзінің эйфория, былай болам деген секілді жолмен басталады да, бірақ шын жолына кірген кезде не бір тосқауылдар, не бір қиыншылықтар алдынан шығады. Соны соған төтеп беру, шыдай білу, жұмысын ары қарай жалғастыру үшін адамға қазіргі уақытта темірдей характер қажет. Оны ары қарай жалғастырып кету үшін. Сол үшін мен айтамын, көбінесе кәсіпкер болғысы келетіндерге мінезін жақсы қалыптастыру керек. Өйткені шынымен қазақта айтатын сөз бар ғой, мал иесіне тартады деп. Бұл жерде мал мүлік та, мал мүлік жаңа сен кәсібің болсын, жасап жатқан ісін адамның өзіне қарай икемделеді. Адам жақсы тұрақты болса, адам ұстанымды болса, оның кәсібі де сондай тұрақты ұстаным жүреді. Ал адам елгезек әрбір ауыстыра беретін ойы ұшқалақ болатын болса, кәсіпте дәл солай жүреді. Сол үшін теориядан бұрын кәсіпте практика көп әсер етеді. Әрине теория керек, ол өзінің практикасын теория арқылы бекітіп отырады, дамытып отырады, жаңа білім арқылы, жаңа ізденіс арқылы. Бірақ басында ол жаңа өзінің локомотив, оның өзінің характер болу керек деп ойлаймын. Сол үшін кез келген жолда өсу үшін, белгілі бір деңгейге шығу үшін, ол белгілі бір сынақ сатынан өтеді, соған төтеп беру керек. Мысалы, мектеп оқушылары 1-ші класстан 2-ші классқа өту үшін емтихан тапсырады. Мысалы, бастаушысын өту үшін емтихан тапсырады, 9-дан емтихан тапсырады, 11-ден емтихан. Ол не үшін? Келесі өмірлік этапқа дайындайды. Ол өзінің бағасын түсінеді. Шынайы өзінің бағасын көре білу, қаншаға татитын. Кейін ол келесі этапқа өскен кезде сол өз құнын арттыру, өз бағасын арттыру, өз танымын арттыру бағытында жұмыс жасайды. Дәл сол секілді университет уақытында университетке түсу бір емтихан, түскеннен кейін тағы да емтихан басталады. Этап, өмірлік этапта да, біздің өмірлік барлық этап сол сынаққа толы. Сол сынақтар бізді қайта сүріндірмей, келесі этапқа өткізіп отырса, адам сол кезде піседі. Сіз енді өз кейсіңізден бір мысал келтіріп, осындай сынақ болды, мен осы жерден осылай өттім деп бір кейсіңізді айтып бере аласыз ба? Ондай кейс өте көп. Дәл қазір осы айналысып жатқан кәсібіңізде? Мысалы, біз енді сауда саттық,
қызмет көрсету саласында болғаннан кейін біздегі ең басты қиыншылық адаммен болады негізі. Адамның көңілін табу деген секілді ше. Бір күні осы жұмыс барысымен жүрмін, маған колл-центрден звондайды. Маған бізге бір ханым хабарласып жатыр, өте агрессивный. Бір нәрсе дұрыс жасалмаған уақытында бармаған, қазір деталь есімде емес. Өзі жаңағы әнші екен дейді. Үлкен әнші, танымал Қазақстанға. Сосын енді тараздікі ше. Бүкіл әңгіртай ойнатамын деген секілді. Сосын жақсы, маған беріңіз дедім телефон. Сөйлесейін өзім деп. Сосын алдым, алло, ашулы, өте ашулы, клиент бүйтіп сөйтем. Жақсы, бүйтіп енді бірінші қабылдадым информацияны, оның ситуациясын қабылдадым. Енді бұл жерде ең маңызды оны жұта білу да информацияны. Ол саған сондай поток информацияны келген кезде адамның информацияны жұта алмасаң сен қиналасың өйткені. Жұтып ақырын кейін жібересің деген секілді. Оны қабылдап істегеннен кейін оның жағдайына түсіп кейін шешіп береміз деп. Сенесіз бе, сол үлкен жаңағы танымал әнші, блогер, екеуміз одан кейін өте жақсы араласып кеттік. Сол проблеманың нәтижесінде мәселесін шешіп бердім, дер кезінде айттым, істеп берем, сөз беріп, кейін мереке сайын бізге хабарласатын болды, мен торт берем. Кейін біз оған істеп, жаңағы дастанымыз Дәке деген отношение кетіп қалды, Дәке, рахмет деген секілді. И біз уже айтпаймыз, реклама жасап берші. Бізден торт өзі заказ береді, ақшасын төлейді, біз жібереміз, ол бірден рекламасы. Біз сол кезден алғашқы этаптар болған, Хепкектің Алматыда ашылып жатқан 18-ші жылдар. Соның кісінің себепкерлігімен, былай айтмаса, Қазақстандағы көптеген жұлдыздар сол Хепкекті таныды ғой. Бірақ сол кез егер сол бір сөйлесу проблеманы шешіп тұр. Соны бір шыдамаған кезде, оған дұрыс жауап бермеген кезде, бәлкім ол теріс жағына кетіп қалатын, бәлкім Хепкекті басқа жағынан танып тұр жүрмеді бәлкім. Ал кейін сол моменттегі біздің дұрыс шешім, дұрыс сөйлесу, оның тілін табу, бағана филологиялық нетворкинг, коммуникация. Дұрыс коммуникация дұрыс қолдану арқылы біз оның көңілін таба білдік, мәселені майдан қылт суырған дейді, шеше алдық қысқасы. Бұл жаңағы мен филология оқығанымның және өмірлік жиған деген кішігірім тәжірибенің берген пайдасы десек болады. Бұндай кейстер өте көп, қазір бір оны шын айтсам сақтап айтам деп жүрмедіміз. Рахмет. Енді сіз 36 жастағысыз, иә? Қателеспесем. Енді 17 жастағы өзіңізге қандай кеңес берер едіңіз? 17 жастағы Дастанға көп ізден, спортты тастама және айналаңда жақсы адамдарды толтырып, жақсы ортаны қалыптастыруға күшіңді сал деп айтарым. Тағы бір сұрақ, мамандық таңдауда маңызды топ 3 зат. Мамандық таңдауда топ 3 зат, ол бірінші бағанағындай сені ең жақсы танитын адамдармен сөйлесу, олардың ақыл кеңесін сұрау. Өйткені сен ең жақын айналысып жүрген ол бауырың, ол жаңағы атанан, туғаның болуы мүмкін, ол сен айнаң ғой, ол сен айтып бере алады. Ол мамандық саған өйткені туғаннан біледі, жастайынан біледі деген секілді бағыт бағдар беру мүмкін. Мен осылай деген кезде қалай шешім ұсынасыңдар деген секілді. Сосын ол барайын деп жатқан мамандықтың өткені мен келешегін бір зерттеу. Біз көбінесе өткенге қарап бағыттап қараймыз да, осыншама мамандық, осыншама ақша тауыпты, осынша маман есі, осыншама тауыпты деген секілді. Бірақ болашақта сол мамандық актуалды бола ма, болмай ма деген. Информация іздеу. Иә, ізденіс, жеке ізденіс. Қарастыру былай, екінші жағын деген секілді. Сосын өзін тану
бағытында жаңа қазір көп қой ID тесттер, Gallup тапсыру бола ма, басқа ма, өзінің шынымен мықты тұстарын анықтау. Және сол өзінің таңдап жатқан мамандықтың қазір жұмыс жасап жатқан 5-10 жылдық тәжірибесі бар мамандармен кездесу. Мен негізі ұсынар едім 10-11 сыныптағы оқушыларды мектеп төңірегінде жаңағы осындай білім орталықтарында оқушыларды сол мамандық иелерімен жиі кездестіріп, мысалы бір заводқа апарып таныстырып, міне осындаймен айналысып жатыр. Мысалы қандай мамандық таңдағысы келіп жатыр, солардың офистарына апарып, жұмыс орнына апарып таныстырып, оның ішкі кухнясын көрсету. Бала сол кезде ашылуы мүмкін, бәлкім сол кезде қызығушылық оянуы мүмкін, немесе ойы бөліну мүмкін деген секілді. Өйткені біз көбінесе мамандықты теория жүзінде білеміз да, практика жүзінде толық жіті танымаймыз. Ал қазір мүмкіншілік көп. Соны таныстыруға, көрсетуге деген секілді. Сол жұмыстарды жақсырақ атқарса, 10-11 сыныптарда балалардың көбісінің жанесі ашылуы мүмкін, шабыт ояну мүмкін. Жалпы Дастан мырза, біздің сұхбатымыз соңына жетіп қалды. Соңы ретінде жастарға айтар кеңесіңіз болса, айтып кетсеңіз камераға, әсіресе 11-ші сынып оқып жүрген жастарға, оқушыларға. Құрметті жастар, сіздерге біріншіден қызығам. Сіздердің әлі өмірлеріңіз, мүмкіншіліктеріңіз әлі көп алда. Сол үшін do your best дейді ғой. Өздеріңіздің керемет таңдауларын жасаңыздар. Сіздерді алдыда керемет мүмкіншіліктер күтіп тұр. Ең бастысы ізденіңіздер, талмаңыздар, шаршамаңыздар. Соңына шейін апара біліңіздер бастаған әр істеріңізді. Және мен осы тәуелсіздік төңірегінде, тәуелсіздік күні төңірегінде түсіріп отқаннан кейін кішігірім осы тәлім тұруға әкелген өзімнің сыйлығым бар еді. Соны қазір қалай болып тұр. Тәуелсіздік қарсаңында болғаннан кейін кішігірім тәлім про командасына енді өзіміз тортпен айналысқаннан кейін кішігірім сыйлығымыз алып келгенбіз. Надеюсь, еркітпеген шығар, Димаш. Дастан мырзадан осындай сыйлық келді бізге. Тәуелсіздік күні жақында болатын. Тәуелсіздік күні құтты болсын. Осы жерде Тәлім Про тәуелсіздік күні құтты болсын деп жазылып тұр. Өте әдемі дизайн. Сізге көп рахмет. Рахмет, аспасын, тағы да мереке құтты болсын. Ал келгеніңіз үшін көп рахмет. Сіздермен болған Тәлім Про. Көріскенше.